Соңғы уақыттарда маған осындай комментариялар көбейіп кетті. Бұл комментариялар әртүрлі, бірақ та смыслдары бірдей. Өйткені жаңағы осындай комментарийда адамдар жазады, қазір кризис болып отыр ғой, қайдағы мотивация, қайдағы успех, қайдағы жетістік. Қазір өзімізде проблема болып отыр, кредитіміз бар. Мен алдында бір спорт туралы видео шығарғам. Жаңағы бай адамдардың ерекшелігі деп, жаңағы бай адамдар неге спортпен айналысады, қалай спорт оларға көмектеседі, жаңағы энергия алуға. Соған адамдар комментарий жазды. Типа біз қайдағы спорт, мысалы біз спортпен айналыса алмаймыз, өйткені бізде уақыт жоқ. Біз күні бойы жұмыс істейміз, шаршаймыз, қайдағы спорт деп жынданып адамдар комментарий жазады. Вот соларға мен ответ жазғым келіп тұр. Мен дәл сондай комментарийлерді оқимын ғой. Жаңағыдай адамдар өздерінің причиналарын жазып жатады ғой, неге біз істей алмаймыз деген. Сол кезде сразу Роберт Кийосакидің сөзі есіме түседі. «Богатый папа, бедный папа» деген кітапта бір Роберт Кийосакидің бір керемет сөзі бар. Жаңағыдай бір зат алғың келіп кетті ма? Мысалы бір новый телефон көрдің витринада, алғың кетті, қатты алғың келіп кетті. Сол моментте өзіңе қандай сұрақ қоясың? Дұрыс сұрақ қойсаң, сен сол затты аласың. Дұрыс емес сұрақ қойсаң ала алмайсың дейді. То есть именно сол моментте бір затты қатты алғың келіп стимул болып кеткенде, сен өзіңе дұрыс сұрақ қою керексің дейді. Ол қандай сұрақ? Как я могу этого себе позволить деген. Сол как я могу себе этого позволить деп айтсаң, сен сол затты аласың дейді, потому что сенің миың уже жұмыс істей бастайды. Так қалай ала аламын? Көп адамдар, мысалы на комментарийдағы сияқты қазір кризис болып отыр деп жазып жатқан. Көп адамдар бір затты қалағанда айтады екен. Почему я этого не могу себе позволить? Ол почему не могу позволить? Так целый список жазып жіберді. Потому что кризис, кредит, ақша жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. И соның бәрін перечислять етіп жазады. И как бы они былай айтқанда миларының өздерін блокировать етіп тастайды, өздерінің миларына сверхразум дейді ғой. Қаншама подсознание миын бәрін блокировать етіп тастайды. Именно сондай сөз айтқанда, неге мен ол затты ала алмаймын деп айтқанда, адамның миы уже жұмыс істемей қалады ары қарай. Жаңағы достижение цели дейді ғой, сондай цельға уже істеуге ары қарай жаңағы в общем блокқа түсіп қалады ми, ары қарай істемейді. Ал адам өзіне дұрыс сұрақ қойғанда, Роберт Кийосаки айтқандай, как я могу себе это позволить дегенде ми жұмыс істей бастайды дейді, уже іздей бастайды варианттарын. Так, мына сотка ұнап тұр, мына сотканы қалай алсам болады, мықты сотка ғой. Как я могу себе это позволить дегенде адам миы уже варианттар іздей бастайды. Біздің миымыз негізі адам миы деген көп адамдар недооценивает өзінің миларын бар ғой. Как я могу себе это позволить дегенде адам варианттар іздей бастайды, и сол варианттар іздеп жаңағы табады решениесін. Вот, достар, соны айтқым келіп тұр. Бір зат қаласаңдар, дұрыс сұрақ қойыңдар. Почему я не могу себе этого позволить емес, как я могу себе это позволить? Мен ол затты қалай ала аламын деп.